Білімді және жаңашыл ұстаз мектептің жаны һәм жүрегі. Саламатсыздар ма, әділ қазылар алқасы және ұстаздар? Мен нөмір 12 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі менен әдебиеті пәнінің ұстазы Гуля Серікбайқызы. 21 ғасыр жаңа технологиялар заманы. Ендеше біз бастаймыз. Мен 1971 жылы 22 қазанда Шардара қаласында дүниеге келгенмін. 2009 жылы Шымкент әлеуметтік педагогикалық университетін, 2022 жылы Шымкент университет магистрлығын бітіргенмін. Санатым модератор. Еңбек өтілім 5 жыл. Педагогикалық тұжырымдамам: үнемі жаңашылдыққа ұмтылып, өз тәжірибемді жетілдіру. Өмірлік ұстанымым: ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби айтқандай, адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Ұстаздық қызметті зор мәртебемен, абыроймен атқаруға өз үлесімді қосу мақсатында оқушыларға ұлы Абайдың, заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтардың, дауылпаз жырдың құлагері Ілиястың, сұлу сөздің иесі Сәкен мен Мағжанның тілі, қазақ тілін оқушылар бойына сіңіру үшін еңбек жолымды бастадым. Мектепте сабақ беруден басқа мәнерлеп оқуға және көпшілік алдында мәдениетті сөйлеуге, көз қарасын ашық айту дағдыларын үйрету мақсатында мәнерлеп оқу үйірмесіне жетекшілік етіп, шәкірт тәрбиелеудемін. Аудандық мектепішілік түрлі іс-шараларға белсенді араласып, ақпараттық технологияны пайдаланып, білгенімді бөлісіп, шәкірттеріммен бірге жетістікке жету менің ұстаздық міндетім. Сөйле қазақ тілінде,